Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай біз өздеріңізге әр салада жетістікке жетіп, түрлі белестерді бағындырып үлгерген тәуелсіздіктің құрдастарын таныстыруды жалғастырамыз. Ақ бөбек кеткенің бе, серттен Ширек ғасыр ішінде өнерімен талайдың таңдайын қақтырғандардың бірі дәстүрлі әнші Нұрым Асқанов. Маңғыстау облысы Ақтау қаласында дүниеге келдім. 5 жасымнан домбыра тартып бастадым. Басында күйлерді ойнап бастадым. Одан кейін ән өнеріне қызығушылық тартып. Ақтаудағы мектепті ойдағыдай аяқтаған Нұрым арман қуып Алматыға келген. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының дайындық курсына түсіп, өмірін өнермен өрнектеуге бір жолата шешім қабылдапты. Консерваторияны мен 2009 жылы бітірдім. Және одан кейін бақшабама дейді, осы магистратураға түсіп кеттім. Қазіргі таңда магистратурадан 2-ші курсында оқимын. Оқудағы жетістіктермен қатар Нұрым Асқанов талай байқаулардың жүлдегері атанып үлгерген. Жуырда ол көптен ойында жүрген армандарының бірін жүзеге асырды. 25 жасар жігіт қазір мұрагер деп аталатын өнер мектебінің директоры. Бұл мектептің басты мақсаты, яғни осы дәстүрлі өнерге қолдау көрсету, яғни және де ол бірінші мақсат болатын болса, екінші мақсат кез келген адам, яғни ол қазақ болсын, ол басқа ұлт болсын, кез келген адамның қолынан осы біздің қазақ өнерінің, яғни домбыра тарту, басқа халық аспаптарында ойнауды үйрету оларға, яғни кез келген адам ойнай алатынына көз жеткізу. Нұрымның өнер мектебінде домбыра, гитара, жетіген сияқты ұлттық аспаптарды үйренуге, вокалдан сабақ алуға болады. Қазір ондағы 50-ден астам шәкіртке 10 шақты ұстаз бар ыждағаттылығымен тәлім беруде. Болашақта сурет үйірмесін ашуда жоспарланып отыр. Дегенмен басым бағыт дәстүрлі өнерді насихаттауға берілмек. Дәстүрлі өнер жалпы енді қазіргі таңда осы жастардың қолында деп есептеймін. Себебі жастардың уақыты келді, жастар осы дәстүрлі өнерге қол үшін көмегін беру керек. Жоғалып кетпеуіне жұмыс жасауымыз керекпіз біздер. Соған ол атадан балаға қалған аманат, сондықтан аманатқа біз қиянат жасамауымыз керекпіз. Қазіргі заманның батыс елдерінің әсері болғанмен де біз осы өзіміздің түп тамырымыз, түпкі дәстүріміз, төл өнеріміз, дәстүрлі өнерді жоғалып кетпеуіне көптеп жұмыс жасауымыз керек. Ұлылығымызды ұлықтайтын дәстүрлі өнерді дамыту үшін арнайы байқаулар, концерттер өткізумен қатар ғаламтор арқылы көпшілікке насихаттау керек дейді Нұрым Асқанов. Сол тұрғыда жұмыстанып жүрген азамат замандастары секілді тәуелсіздіктің түйедей құрдасы екенін мақтан тұтады. 91 жылы біз қазақ халқы тәуелсіздік алдық. Осы егемен елдің азаматы болдық. Бұл 91 жылы туылғанымызға біз әрине қуаныштымыз, ондай жағдайға тап болғанымызға. Тәуелсіздік жылдарында өмірге келіп, жетістікке жеткен жастарымыз жетерлік. Олар да елімізбен бірге көркейіп, талай асуды бағындыратынына сеніміміз мол. Абай Түзелбай, Ильхам Аюпов, Жаңа